Кайырлуу күн достар. Бүгүн биз дәми өтө ерекше болуп чыгатын бананды пирог дайындайтын болабыз. Алдымен видеомду көрмөс бурун лайк басып, комментарий жазып, каналыма тиркелип кетүүнү унутпаңыздар. Алдымен банандарымызды алып, осылай кабыгын ашып, 3-4 бөлүктерге бөлүп, оны шанышкан көмөгү әбден езип алатын боламыз. Минеки бізде осындай масса болып шығады. Енді үстіне бір жұмыртқамызды салып, және де қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді біз құрғақ массамызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге ұн, разрыхлитель және де аздаған ас содасы, қош иіс беру үшін мен ванилин қолдандым, бірақ ол маңызды емес. Бәрін оның үстіне салып, жақсылап араластырып алып, сетканың көмегімен сұйық массамызға біртіндеп отырып салып араластырамыз. Мінеки бізде осындай қою масса шықты. Енді біз осының үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да майымыз сіңгенше араластырып алатын боламыз. Мінеки бізде осындай болып шықты. Енді табамызға пергамент қағазын орналастырып, үстіне пирогымызды құятын боламыз. Енді бетін тегістеп, арасындағы ауаларын шығару үшін ұрғылап алатын боламыз. Және де 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Піспегенін білу үшін осындай тіс шығарғыш арқылы ортасына салып қарайсыздар. Егер де қамырларымыз жабыспаған болса, онда піскен деген сөз. Мінеки біздің бананды пирогтарымыз дайын болды. Өте дәмді және де көтеріліп әдемі болып шықты. Жолдасым тағы жасашы деп 2 күн қатарынан осы банановый пирогты жасаған болатынмын. Бір күнде бітіп кетті. Дәмі өте керемет, енді оны айтып жеткізе алмаймын. Сол себепті жасап көріңіздер. Және де комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.